Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мәжитқызы. Түскі асымды дайындап болғаннан кейін шайға не пісірсем болады деп қарап тұрсам, үйде шербет бітіп қалған екен. Сонымен тез-тез шербет істеуге кірістім. Алдымен қазанның астын жағып, қыздырып қойдым, қыза берсін деп. Одан кейін бір кесе сүтті дайындадым және дәндерден грек жаңғағын шығарып қойдым. Сындырып шығарып қойдым. Одан кейін түсіріп алатын тайпақ табағымыздың түбіне сұйық май жағып, оны да дайындап алдым. Сөйтем дегенше, міне қазанымызда уже қызған. Қазанға 2 шай кесе шекерді саламыз. Шекерді салып, әбден араластырамыз. Шекеріміз осындай қызарып, түйір-түйір болған кезде үстіне жаңағы сүтімізді құямыз. Сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Мен бұл жерде 2 шай кесе шекерге 1 шай кесе сүтті қостым. Сіздер өздеріңіз қарайсыздар. Неше шай кесе істегілеріңіз келеді, сонша шекер салып араластырасыздар. Мен шағындап тек қана 2 кесе шекермен істедім. Міне тағы да араластырып, бас аяғы 10 минуттай ғана араластырасыздар. Қазанның жан-жағына осылай жұғып, әбден қою болғаннан кейін, жаңағы тайпақ табаққа қазанымызды қызып, қырып түбіне осылай түсіріп аламыз. Барлығын түсіріп, ожауымызды, қасығымызды бәрін түсіріп аламыз да, жаңағы жаңғақты үстіне осылай себе қоямыз. Сеуіп, үстін бас-бас жіберсеңіз, бір 5 минутта сойыт шербетіміз. Болды, 5 минуттай болды. Енді шербетті осылай сындырамыз. Көргендеріңіздей қолмен сындырғанда өте жұмсақ. Арасында жаңғағы бар. Ауызға салса еритін осындай 20 минутта осындай шербет дайын болды. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Шай ішкенде өте керемет. Ас болсын.